бұрынсын. Шамырқанды қасарысты, беріспеді болаттай соң. Аттан деді, ол ертең аттанады. Күрегінің орнына қару алып, жауынгердің рөлін атқарады. Ата-бабаларымыздың арқасында сұрапыл соғыс сөзі ұлы жеңіс сөзіне айналды. Жеңіс күні бұл өткенге құрмет, бұл күн рухтың күші, жігерлік, отанға деген сүйіспеншілік күні. Біз бұл күнді тек 9 мамырда емес, барлық күнде еске алуымыз керек. Біз ата-бабаларымызбен мақтануымыз керек. Менің әжемнің әкесі Әбдірахман Құрманұлы ұлы отан соғысының ардагері болған. Ол 1921 жылы Орал облысы Жалпақтал ауданы Петимар ауылында дүниеге келген. 1940 жылы Совет армиясы қатарына алынып, 1941 жылы соғыс басталып, 20 жасында соғысқа аттанады. Ол Калининград түбінде ерен ерлігімен шайқасады. Соғыста ауыр жараланып, Челябі әскері госпиталінде емделіп, 1943 жылы шілде айында 3-ші топтағы жарақатымен елге оралады. Елге келген соң, сол жылдан бастап Ленин атындағы колхозда шопандық қызмет жасайды. Атамның Қызыл жұлдыз, 1-ші дәрежелі ордендері, медальдары бар. Міне, осындай тәуелсіз елде, бейбіт күнде өмір сүріп жатқанымыз осындай аталарымыздың арқасы. Мен олардың үмітін ақтаймын. Мен өз елімді сүйемін. Мен өз елімнің адал ұрпағымын.